Так, принтерге прошивка жасаймыз. Ол үшін принтерді қосамыз, драйверін қондырамыз и печать жасамайды немесе картрижді ауыстыр, даже картрижде не болса да, мысалы краска болса да, тонер болса да, все равно печать жасамайды. Так, ол үшін бірінші не істеу керек? Принтерді қостық, драйверін қондырылып тұр и мына программаны скачать етеміз. Ішіне кіресіз, сол программаның ішіне. Мына print блок printer info деген любой программа бар, көп мынандай сияқты программалар. Мынау соның бірі да. Сосын мына скачать етесіз, сосын оны запускать етесіз. Осы жерде отчет жат. Мен мысалы открыть отчет в блокноте дедім да, сохранить етіп алдым. Ол міне тұр. Мынау сохранить етіп алдым. Ішіне кірем. Пример ретінде менікі мысалы Work Center 3025 деген принтерде не істейміз? Қазір заказ етеміз прошивкасын. Так, таптық қой міне. Work Center 25 деген. Мынаны копировать етсеңіз болады, немесе мынаны копировать етсеңіз болады. Мысалы мен мынаны бірінші копировать етейін. Мынаны бірінші, или мынаны жаттап алың осын да, сосын мынаны копировать етіп алайық осын. Сосын мынаған кіреміз міне. Мына ссылкаға. Енді поиск жасаймыз прошивканы. И Ctrl+F-ті басамыз. Ctrl+F. Міне Ctrl+F. Соны басамыз да поиск шығады. Chrome'да да сол поиск шығады. Сосын Enter басам. Міне шықты. Work Center 3025. Немесе мынаны копировать етсеңіз болады. Прошивканың өзін. Міне бар екен. Значит, бар деген. Мына жерде шықса, егер жаңағы мына firmware'sin деп тұр, сол шықса, егер ана жерде поискте, онда бар деген. Так, мына жерде подробнее дегенді басамыз. Каждый принтердің қасында подробнее деген кнопка бар. Соны басамыз да, ішіне кіріп кетеді. Бұл инструкция да, жаңағы отчетты қалай шығару керек деген сияқты, соны қалай прошивка жасау керек деген сияқты сол шат осы жерде. Мына жерде жақсылап оқысаңыз болады. Мына 5 программа істесең болады. Отчет шыға. Мынау емес. Егер принтерге барасыз да, сосын мына жерде оқисыз міне. Мына жерде бәрі жалпы құр и деген кнопканы басасыз, информация деген. Егер печать жасалынбайды, шықпайды, мысалы, все равно шықпайды да, через принтер шығарайын десең, отчет ол шықпайды сонда да. Онда через программа арқылы істейсіз, жаңағы скачать етіп та осы арқылы. Так, мына жерде бәрі инструкция тұр осы жерде. Каждый принтердің қасында подробнее деген бар, соны басасын. Так, мысалы менде $6 теңгеге ауыстырсақ, мысалы қанша теңге, міне көрсетіп жіберейін қазір. Міне осындай теңге, 3246 теңге. Так, енді мына жерде көрдік, мына бетті қазір кіреміз осыған. Так, бізге не керек заказ еткенде? Міне бәрін қарадық. Екіншісі міне заказ прошивка, осыған кіреміз. Или міне тұр заказ прошивка деген. Сосын жаңа модель принтера деген мынаны копировать етіп алам, өйстіп копировать етіп алам. Сосын осы жерге ставить етем. Сосын келесі Chrome номер дейді. Chrome деген жерден тауып аламыз Chrome. Егер мына жерде қиын болса, мына жерге поискке жаза ғой, тоже Ctrl+F басасында Chrome деп жазасың, ағылшынша. Chrome деп. Сосын Enter басасың. Міне Chrome шықты. Тек мынаны копировать етіп аласыз, мына Chrome'ды емес, тек мынаны копировать етіп аласыз. Сосын осы жерге ставить етесіз. Версия прошивки ол жоғарыда болды, міне firmware'sin деп тұр ғой. Осыны копировать етіп аласыз. Сосын осы жерге ставить етесіз. Серийный номер ол так, міне тұр ол. Міне. Machine serial number деп тұр, сол. Соны копировать етіп аласыз. Осы жерге ставить етесіз.
Сосын мен U5 защиты дегенге қойып қойдым. Мынаны қазір жазып кетермін, не үшін не зат екенін да, не затқа керек деп та. Оны ана не текстке жазып кетермін. Сосын почтаңызды жазасыз өзіңіздің. Сосын номер телефонды жазасыз. Оны онсыз а то прошивка жасалмай, ане заказ ете алмайсыз да, короче, звездочка түркөлүнгө. Сосын заказать етесіз, почтаға келет, почтаға не OneDrive болсын, любой Google Drive болсын, сонымен келет, инструкциясын да жіберет, ссылкасын, и прошивканың өзін де жіберет. Прошивканы не скачать етіп аласыз. Сосын скачать еткенде осындай не шығады. Міне мынандай 3 файл болады ішінде. Бірінші осы жерде инструкция тұр, бәрі тұр. Бірінші принтерге барасың деп бәрі осы жерде тұр. Осын дұрыстап оқисыз. Сосын прошивка жасай бересіз осы арқылы. Мысалы, принтерде бір кнопканы басу керексің, сары кнопканы деген сияқты да. Әр принтер әртүрлі. Так, өстіп USB қосып тұрады, принтерді қосып қоясыз, принтерге не кнопкасын басасыз, сосын принтердің экранында white image деп тұрады, именно әр принтер әртүрлі, именно менікінде сол white image деп тұрады, сосын барып прошивка жасаймыз. Содан кейін екінші этап тоже жаңа кнопкалерді басып шығамыз. Сосын мына екінші файлды аламыз да, екіншісін мына USB-ге лақтырып жібереміз, сосын екінші кетеді. Сосын картридж бар ғой, чип, соған скотч па бірдеңе жабыстырып қоямыз, чтобы бір-біріне контакт бермесін да, принтердің несіне, чипті оқитын жеріне контакт бермесін деп скотч тақып қоямыз. Заклеить деп тұр мына жерде, скотч тақып қоямыз. Сосын нені картридж саламыз. Сол үшін не прошивка обнулять етеді и 100% деп көрсете береді. Даже краска болмаса да 100% деп көрсете береді.